Бәріңізге сәлем. Сіздермен халық емі арнасы. Асқабақтың еті мен дәнінен, пілегінен емдік дәрілер жасалатыны. Халық медицинасында бауыр ауыру емінің бірден-бір шипасы асқабақ жеу екен, бірі білсе, бірі білмейді. Асқабақ тұқымы ем болатын аурулар. Халық емшілері ежелден-ақ асқабақ дәні арқылы таспа және сазан құрттарды түсіріп, әйелдердің босанғаннан кейін аяқ-қолының сінуінде, көк жөтелде, геморройды асқабақпен емдеген. Олардың асқабақ дәнін балмен араластырып жегізіп, адамдарды ішек құрттарынан құтқарған жөнінде ертедегі медициналық жазбаларда жиі айтылады. Бірінші, адамның ішегіндегі таспа құртты түсіру үшін 60-120 грамм асқабақ дәнін суға қайнатып, ашқарынға дәнімен қоса ішеді. 2 сағаттан соң 2 грамм таза сорды сумен ішу керек. Екінші, сазан құртын түсіру үшін 30-60 грамм асқабақ дәнін талқандап, оны бал немесе қант сумен ішеді де, 2 сағаттан соң таза сордан 20 граммдай ішіп, ішті өткізеді. Сонда сазан құрты түсіп қалады. Үшінші, асқабақ дәні көк жөтелге шипалы ем. Көк жөтелден жазылу үшін асқабақ тұқымын қыздырған тас кірпіштің үстіне қойып кептіреді. Сосын оны талқандайды. Ұнтақты қара шекер сумен күніне бірнеше рет ішсе, көк жөтелден құтылады. Төртінші, геморройды емдеу үшін асқабақ тұқымының 1 келісін суға қайнатып, оны күніне 2 рет булап, емді бірнеше күн жалғастырса, аурудан жазылады. Бесінші, балалардың жұтқыншағы жиі қабынады. Оған себеп көп. Сондайда тиісті мөлшерде асқабақ тұқымын науатқа қосып қайнатады. Оны күніне 10-16 граммнан ішіп емделеді. Алтыншы, адам жүрек әлсіздігінен жүдесе, асқабақ тұқымымен жаңғақтан араластырып талқандайды. Жағдайына қарап, тұрақты түрде ішіп отырады. Жетінші, ішектегі құрттардан арылудың ең тиімді тәсілі қабығы аршылған дәнін ашқарынға жеу. 6-7 дәнді езіп, сүтпен ішу. Сегізінші, простатитте жарты грамм тазаланған асқабақ дәнін ертартқыштан өткізеді. Оны 1 стакан балмен араластырып, орман жаңғақ сияқты кішкене пішімге келтіреді. 10 шақтысын банкеге салып, қалғанын тоңазытқышта сақтайды. Мұны күніне 1 рет ашқарынға астан жарты сағат бұрын жеп тұрады. Емді жылына 1 рет қана жасаған жөн. Емі өте шипалы. Асқабақ халық емінде Австрия патшасы асқабақтың шипалық қасиетін әбден тәнті болғандықтан мынада жарлық шығарған. Асқабақ денсаулыққа таңғажайып әсер етеді. Өте пайдалы болғандықтан тағам ретінде пайдалануға тым бағалы. Сондықтан тек дәрі күйінде ғана пайдалансын. Асқабақтың емдік қасиеттері Авиценнаның жазбаларында да, Мұхаммед Хусейн Ширазидің еңбектерінде де кездеседі. Бұл жазбаларда тіпті асқабақ дәнінің майы құлақ пен тамақ ауруына ем ретінде қолданылатыны, ыстығы жоғары адамдарға асқабақ шәрбатының шипалы әсер ететіндігі айтылады. Сол ерте заманнан жеткен тағы бір деректер көру қабілеті нашарлағанда, қан азықтан жапа шеккенде, артық салмақтан арылғысы келгенде де адамдар асқабақтың еміне жүгінген. Және де асқабақ ағзаны шлактан тазартып, зат алмасуды тұрақтандыруда өте шипалы. Асқабақты жегенде ұрығын жуып, кептіріп, дәнін алады. Асқабақ усыз, дәмді жеміс. Асқабақтың уытты қайтару, қабынуды жазу, ауырғанды басу тәрізді қасиеттері көп. Халық емшілері асқабақты несеп жыныс жүйесінің көптеген ауруларын емдеуге қолданады. Асқабақтың несеп айдаушы, қабынуға қарсы, өт айдағыш қасиеттерінің бар екендігі, паразиттерді жоятындығы дәстүрлі медицинада да зерттеліп, дәлелденген. Осыған орай дәрігерлер асқабақты жүрек қан тамыр аурулары, гипертония және зат алмасуды қиындықтары бар науқастарға диеталық тағам түрінде де ұсынады. Асқабақ еті ем болатын аурулар. Бірінші, адам бойына тараған аппен-уын қайтару үшін асқабақтың етін шайнап, суын сығып алады. Сосын улы уланған кісіге тиісті мөлшерде ішкізеді. Бұл аппен-уын қайтарады. Екінші, асқабақты ем дәмде қолдану адамды арықтатады.
Себебі оның құрамында жасанды талшықтың, судың, жасұнықтың көп мөлшері бар. Ол ағзадағы ас қорыту үдерістерінде тездетіп, оны уыттардан тазартады. Үшінші, отқа немесе ыстық суға күйіп қалғанда асқабақ етін жаншып, жараға тану қажет. Ол жараның жазылуына көмектеседі. Төртінші, өкпеге шығу шыққанда асқабаққа 250 грамм сиыр етін қосып, суға пісіріп, тамақ орнына жейді. Оған май мен тұз қоспайды, сонда өкпе шығуы жойылады. Бесінші, ағза жүдесе, адам бойын әлсіздік билесе, асқабақты сүтпен дайындап, қаймақ, май, жаңғақ, бадаммен қосып жесе пайдасы мол. Асқабақ шырыны ем болатын аурулар. Бірінші, орталық жүйке жүйесін тыныштандыру үшін асқабақтың шырынын немесе қайнатпасын балмен араластырып, ұйқы алдында ішеді. Ол ұйқы дәрісіндей әсер етеді. Екінші, бүйрек, бауыр ауырғанда күніне стакан асқабақ шырынын ішіп тұру керек. Шырынды жаңа дайындалған күйінде ғана ішеді. Себебі үйдегі жағдайда оны сапалы күйінде сақтау қиын. Үшінші, жүкті әйелдердің жүрегі айнығанда да асқабақ ішсе, ол оны басады. Төртінші, бүйрек ауырғанда тәулігіне жарты стакан балғын шырынын ішкен немесе қайнатылғанын жеген де шипалы. Бесінші, асқазан ішек жолдары асқазанның шырышты қабатында дерт болса, асқабақтан езбе жасап ішеді. Ардақты ағайын, мінекей, қарапайым асқабақтың мың дертке қандай дәру екенін көрдіңіздер ме? Олай болса, сіздің дастарханыңызда асқабақтан дайындалған дәмді тағамдар, шипалық шырын, қайнатпалар орын алсын. Ақпарат пайдалы болса, каналға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Ауырып, ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.